жыл мезгілдері. Бізде бір жылда 4 жыл мезгілдері бар екен. Олар көктем, жаз, күз, қыс мезгілдері екен. Әр жыл мезгілдерінің өз ерекшеліктері бар екен. Соның ішінде біз көктем мезгіліне тоқтаймыз. Бұл көктем мезгілінің басы. Қараңдаршы, көктем мезгілінің басында жер бетіндегі қарлар еріп, жер беті жасыл түске енеді екен. Ағаштарымыз бүршік байлай бастайды. Ал құстарымыз жылы жақтан ұшып келіп, ағаштарға өздерінің ұяларын салады. Міне бұл бізде көктем мезгілінің ортасы. Көктем мезгілінің ортасында ағаштарымыз гүл байлайды екен. Ағаштарымыздың үстіндегі құстарымыз жұмыртқа баса бастайды. Адамдар көктем мезгілінде егістер еге бастайды. Және де жаңадан біздер талдар отырғызады екенбіз. Көктем мезгілінде күн жылына бастайды екен. Ал көктем мезгілінен кейін бізге жаз мезгілі келіп жетеді. Бұл жаз мезгілінің басы. Жаз мезгілінің басында бізде ең бірінші жеміс байлайтын ағаш ол шие ағаш екен. Шие ағашымыз пісіп дайын болды, көрдіңіз ме? Олар қызарып дайын болды. Ал шие ағашының үстіндегі отырған құстарымызда жұмыртқаларын жарып шығады екен балапандар. Не қараңдаршы, аналары балапандарын тамақтандыруда. Жаз мезгілінде күн ысиды екен. Балалар серуенге шығады екен. Ал бұл жаз мезгілінің ортасы. Жаз мезгілінің ортасында күн қатты ысиды екен. Ал ағашымыздың үстінде отырған балапандарымыз ұшуды үйренеді екен. Қараңдаршы, аналары балапандарына ұшуды үйретіп жатыр. Біздің еккен егісіміз пісіп дайын болады екен. Одан соң бізде күз мезгілі келіп жетеді екен. Күз мезгілінде жер беті сап-сары кілем төсегендей сары түске енеді екен. Ағаштарымызда жапырақтары солып, сарғайып, сары түске енеді екен. Ал құстарымыз ұшып жылы жаққа кетеді. Барлық біздің піскен дақылдарымызды жинап алады екенбіз. Күз мезгілінде күн салқындай бастайды. Міне, бұл күз мезгілінің ортасы. Жаңағы бізде жап-жасыл түске енген жапырақтарымыз сарғайып, қурап, жерге түседі екен. Көрдіңдер ме? Ал бізде күз мезгілінен кейін қыс мезгілі келіп жетеді. Қыс мезгілінде жердің барлығы аппақ түске енеді екен. Ақ түске. Біздің жаңағы жап-жасыл ағашымыздың да үсті аппақ түске енеді екен. Қар басады екен. Қараңдаршы, тиын ағаштардың үстінен қарлардың арасынан өзінің жемтігін іздеп жүр екен. Қыс мезгілінде балалар аққала соғып ойнайды екен, шанамен ойнайды екен. Көрдіңдер ме? Міне біздің 4 жыл мезгіліне арналған суреттемедегі кітабымыз осымен аяқталды.